Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жұп-жұмсақ әрі дәмді кекстің рецебімен бөлісемін. Барлық заттар бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен 2 жұмыртқаны алып миксерлейміз. Бір келкі болып араласқан соң үстіне 1 қасық қантты аз-аздап салып, одан ары қарай миксерлейміз. Қантты 2 немесе 3 бөлікке бөле салып отырып, осылай араластырып шығамыз. Кем дегенде 5 минуттан артық араластырамыз. Осындай әппақ пена болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Үстіне 1 қасық разрыхлитель қосып, бөлме температурасында еріп тұрған сливочный майды салып, ары қарай араластырамыз. Жақсылап араласқан соң оның үстіне 4 ас қасық сүтті қосамыз. Алдын ала електен өткен ұнды аз-аздан сала отырып, 1 келкі болғанша венчикпен араластырып шығамыз. Осындай қоюлықтағы масса шығады. Массамызда түйіршіктер болмауы қажет, 1 келкі болу керек. Енді формаларды дайындаймыз. Бұл рецептен 12 штук кекс шығады. Кондитерлік мешокқа құйып, формамызға салсақ, шет-шетіне жабыспай әдемі пысады. Немесе осылай қасықпен де құюға болады. Кекс піскен кезде 2 есе көтеріледі. Сол себепті формаға толтырмай аз-аздан ғана саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Кексіміз дайын. Толық рецебі описание бөлімінде көрсетілген. Рецеп ұнаса каналға тіркеліп, комментария қалдыр.